Сәлем, біз қазір сіздермен бірге шоколадный тарт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қандай заттар қажет болады? Мұнда менде жұмыртқа, қант, какао малайзийский, лимон седрасы, разрыхлитель, сары май жұмсақ, су және ұн қажет болады. Алдымен бос ыдысқа сары май менен қантты миксерлейтін боламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында жұмсақ болып тұруы қажет. Бұл бізде тарттың қалай айтсам екен, мен сіздерге рецептте песочное тесто деп берем, яғни астына қоятын бізде қамыры болады. Үстіне сосын начинкасын жасайтын боламыз. Қант салдым, енді миксерлеймін. Қазір 3-4 минут тоқтатпай миксерлейтін боламыз. Қант пен сары май араласып кетті бір-біріне. Енді жұмыртқаны қосамыз. Ал мұнда біздің құрғақ заттарымызды араластырамыз, яғни какаоны осында араластырамыз ұнның үстіне және разрыхлитель. Барлығын венчикпен араластырып жүреміз. Мұнда жұмыртқаны, мұнда сары майға еніп кеткенге дейін араластырамын. Енді осында лимон седрасын салып жүремін. Және су қосамыз. Енді қазір осында құрғақ заттарымызды біртіндеп саламын. Бірінші азғантай бөлшегін саламын, сосын миксерлеймін. Енді ары қарай қазір қолмен елейтін боламыз. Так, осымен біздің қамырымыз дайын, оның барлығы еніп кетті. Енді қазір осының сыртын мен пакетикпен ораймын да біз холодильникке 20 минутқа жібереміз. 20 минуттан кейін алып шығып формаға енгізіп пісіретін боламыз. Так, біздің қамырымыз 20 минуттай холодильникте тұрды. Енді қазір жаямыз. Солай осылай формаларға қоятын боламыз. Ана формалардың диаметрін барлығын мен рецептте көрсетіп кететін болам. Менде шоколадный тартымды осы формаға жасаймын. Ал сосын біздегі кішкентай тарттар осындай формаларға жасалынатын болады. Мен қанша тестіға қаншаныңдай тарттар келетінін оны да рецептке жазып кететін болам. Және осы форманы қолданам. Осы 3 түрлі формаға жасап көретін боламыз. Осы үшеуіне. Осылай шетіндегі артығының барлығын кесіп тастаймыз. Енді келесі кезекте біздің кішкентай тарттарымыздың қамырын жайып, қазір формаға салатын боламыз. Енді осылай ортасын вилкамен тесіп шығамыз да барлығын. И солай жарты сағатқа морозилкаға қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін морозилкада тұрғаннан кейін барып печкаға саламыз. Қыздар, біздің қамырымыз морозилкада тұрды біраз уақыт. Енді қазір біз пісіретін боламыз. Пісірген кезінде біз міндетті түрде осылай үстінен фольганы жауамыз да үстінен кез келген осындай дәнді дақылды қойып қоятын боламыз. Бұл бізде ауыр зат ретінде үстін басып тұрады. Өйткені қазір біз пісірген кезінде үстінен бір ауыр затпен басып қоймасақ, мыналар осылай көтеріліп кетеді, и біз ішіне начинка құйған кезінде қиын болады. Сол себептен өзінің формасын тура осылай сақтап пісіру үшін қазір
осылай ауыр затты, яғни кез келген дәнді дақылды үстіне қоямыз. Осыны фольганың көмегімен қоямыз, кейін бізге алып тастауға ыңғайлы болу үшін. Так, бұл барлығына келісіп шықтым фольганы. Енді намашты үсттеріне сүйіп шығам. Қыздар, енді біздің тарттарымызды 175 градуста қызып тұрған печкаға 20 минутқа жіберетін боламыз. 20 минуттан кейін бетіндегі дәнді дақылдардың барлығын алып тастап, начинканы құйып, қайта печке салатын боламыз. Енді қыздар, қазір біздің тартымыздың начинкасын жасайтын боламыз. Ішіне осы начинкасымен сосын тағы да пісіреміз. Так, бұл үшін маған не қажет болады? Менде мұнда жұмыртқа, сливки 33%, лимонның суы, қант және мұнда менде сгущенка. Енді алдымен жұмыртқа менен қантты бірге араластырып аламыз. Мен қазір мұнда бір үлкен біздің тартымыздың және кішкентай тарттардың начинкасын барлығын бірден жасап жатырмын. Жұмыртқаға қантты қосамыз да оны жақсылап миксерлейміз. Қазір жұмыртқа кішкене қантқа араласып кеткенге дейін. Енді осының үстіне мен лимонның суын қосамын. Тағы кішкене араластырамын. Енді осында сгущенка қосамыз. Бұл жерде де сгущенка араласып кеткенге дейін араластырамын. Енді сливкиді құямын. Болды, осымен біздің начинка дайын. Қазір бұны енді құямыз біздің жаңағы піскен қамырларымыздың үстіне. Бірақ бізде печкадан шыға салысымен қамырдың үстіне құймаймыз. Кішкене 10 минут суытамыз. Қамырды сосын барып үстінен құятын боламыз. Қазір ары қарай сосын айтам құйғаннан кейін. Қыздар, біздің қамырымыз 175 градуста қызып тұрған духовкада 20 минут тұрды ровно. 20 минуттан кейін енді сыртындағы дәнді дақылдарды алып тастаймыз фольгасымен қосып. Енді біздің жаңағы пісіп шыққан тартымыздың үстінен осылай дайындаған начинканы құямын. Кішкентайдың үстіне де, үлкен тарттың үстіне де осылай құйып шығамыз. Және бұл жолы 170 емес, 150 градуста қызып тұрған печкаға 25-30 минут уақытында пісіріп алатын боламыз. Қыздар, міне біздің тартымыздың ішіндегі начинкалары осылай пісіп шықты. Енді біз осының үстінен тағы бір прослойка жасайтын боламыз. Яғни менде мына үлкен тартым бұл шоколадный болады. Сыртына шоколадный прослойка құятын боламыз қазір шоколадтан. Мына жерде бір-екеуіне де шоколад құямын, қалғандарына басқаша түрлі етіп жасайтын боламыз. Енді менде мұнда темный шоколад. Қазір көрсетейін қандай алғанмын. Так, мына Рахаттың осы шоколадын алдым, 65%. Так, мұнда 200 грамм шоколад менде, сливки, су және желатин. Мен қазір бұл жерде жасап жатқан массам мұндағы тартқа кетеді және бір-екі кішкентай тарталеттерге кететін болады. Алдымен қазір шоколад пен сливкиді бірге ерітемін. Осылай отқа қойып ерітемін, сосын үстінен желатин қосып жібереміз. Оған дейін бізде желатин дайын болып тұра берсін. Желатин үстіне су құйып қоямын. Желатин дайындала берсін, ал оған дейін мен мынаны ерітіп алып келемін қазір. Шоколад пен сливкиді міне ерітіп алдым, екеуі араласып кетті осылай. Енді осының үстіне желатин қосып жіберемін. Мұнда менде шоколад пен сливки әлі ыстық болып тұр. Ыстық болып тұрғаннан кейін желатин тез еріп кетеді ішінде. Енді осында үстіне құямыз.
Ал енді мына қалған біздің тарттарымызға бетіндегі начинкасын басқаша қыламыз, яғни бетіндегі прослойкасын. Ал енді мына тарттарымызды қазір мен холодильникке жіберем. Холодильникте шамамен 1-2 сағат тұрсын. Сосын бетіндегі шоколадтар қатады, содан кейін барып бетіне оформление жасай беретін боламыз. Қыздар, осымен біздің шоколадный тартымыз дайын. Алайда өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде мұнда 2 түрлі прослойка тұр және басқаша тестадан жасалынған тартымыз тұр. Олардың жасалу жолын келесі видеодан қарай аласыздар. Ол жерде біз кивидан және черникадан прослойка жасайтын боламыз. Ал қазірше шоколадный тортымызды осылай бетіне оформление жасап аяқтаймыз. Мен фруктымен және имбирный печеньелармен оформление жасадым. Ал сіздер өздеріңіз қалағандай етіп оформление жасасаңыздар болады. Видео сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын.